Сәлем достар. Біздің каналда сіздерді көргенімізге қуаныштымыз, және бүгін бізде ерекше шығарылым бар. Басталған сәттен-ақ көрерменді қараңғы атмосферасына тартып, соңғы сәтке дейін шиеленісте ұстайтын, тіпті титрлер өткеннен кейін де санадан кетпейтін детективтік хоррор фильмін талдаймыз. Бұл фильм терең сезімдерге әсер етіп, оймен ойнайды, кейде түсініксіз әсер қалдырса да ақырында ұмытылмас із қалдырады. Бұл жай ғана қорқынышты фильм емес, онда тек кенеттен шыққан дыбыстар мен қобыжықтар қорқытпайды. Мұнда үрей атмосфераның өзінен, түсініксіздіктен, белгісіздіктен, күтпеген оқиғалардан туындайды. Бастапқыда олар жай сәйкестік сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ақырында үлкен жұмбақтың бір бөлігіне айналады. Бұл фильм жай ғана көруге болатын туынды емес, ол мұқият назар аударуды, логиканы және ұсақ түйектерді байқау қабілетін талап етеді. Мүмкін көріп болған соң, сіздің көкейіңізде сұрақтар қалды, немесе керісінше, фильмнің астарында әлдеқайда терең мағына жатқанын сездіңіз. Бұл шолуда біз фильмнің сюжетін егжей-тегжейлі талдап, оның қандай құпияларды жасыратынын анықтаймыз. Жасалған шиеленісті атмосфераны, режиссердің жарық, көлеңке, дыбыстар мен түстерді қалай қолданғанын, және экранда ештеңе қорқынышты болмаса да, көрерменнің неге алаңдаушылық сезінетінін қарастырамыз. Сондай-ақ символизмді, жасырын мағыналарды және финалдың түрлі түсіндірмелерін талдаймыз, өйткені бұл фильм нақты жауаптар бермейді, керісінше көрерменге ойлануға мүмкіндік береді. Олай болса, жайғасыңыздар, сыртқы әлемнен ажырап, терең зерттеуге дайын болыңыздар. Алда бізді қызықты талдау күтіп тұр, ол сіздің фильмге деген көзқарасыңызды өзгертуі мүмкін, немесе оны жаңа қырынан көру үшін қайта қарауға ынталандыруы мүмкін. Бастайық. Фильм Орегон штатында 70-ші жылдардың басындағы қыста басталады. Жас қыз Ли Харкер үйден шығады, аяз оның терісін шымшып алады. Ол жақын маңда тұрған көлікті байқайды, оның тыныш аудандағы болуы бір түрлі көрінеді. Қызығушылығы оянып, Ли көлікке жақындайды, бірақ кенеттен біреуі оны дауыстап шақырады. Ол бұрылып қарайды да, боп-бос, арық ер адамды көреді. Оның қимылдары тым баяу әрі әдейі жасалғандай әсер қалдырады. Ол Лиге суық жымиып қарап. 20 жыл өтеді, 90-шы жылдар басталады. Ли Харкер енді ФБР агенті, серіктесі агент Фиск екеуі қала шетінде орын алған қылмысты тергеуге кіріседі. Жергілікті тұрғындарды сұрақтың астына алған соң, Ли өзінің ішкі түйсігіне сеніп, бір үйге беттейді. Оның түйсігі алдамайды, бірақ бұл өте қауіпті жағдайға келеді. Фиск есікті қаға бергенде кенеттен оқ атылады, оқ оның басына тиеді. Ли бірден әрекет етеді, тапаншасын алып үйге кіреді. Іште күдікті төсекке отырып алған, қолдарын көтеріп, берілуге дайын тұр. Кейін Ли бастығы, агент Картермен кездеседі. Ол Лидің керемет түйсігін атап өтіп, оның ерекше қабілеті болуы мүмкін екенін айтады. Сосын оған ондаған жылдарға созылған сұмдық істі тапсырады. Бірнеше рет қайталанған қанды оқиғалар, әр жолы бір отбасының әкесі өз отбасын өлтіріп, артынша өзіне қол жұмсаған. Әр қылмыс орнында сатанистік белгілер мен құпия кодтар жазылған хаттар табылған. Барлығы бір ғана есіммен қол қойылған, Long Legs. Сол күні кешке Картер Лиді үйіне шақырады. Онда ол әйелі Анна мен олардың қызы Рубимен кездеседі. Руби Лиді бөлмесіне апарады, және олар аздап сөйлеседі. Ли агент болмас бұрын, актриса болуды армандағанын айтады. Кетер алдында ол Рубиге алдағы туған күніне келуге уәде береді. Кейінірек Ли тергеуді жалғастыру үшін іс материалдарын өзімен бірге алып, өзінің жеке кабинасына оралады. Ол ас үй үстелінде анасымен телефон арқылы сөйлесіп отырғанда, кенеттен қатты есік қағып, оны тоқтатады. Қорқып, Ли терезеге қарап, орманда оның учаскесінің сыртында тұрған тұрақты көлеңкені байқайды. Абайлап сыртқа шыққаннан кейін ол бейтаныс адамға жақындауға тырысады, бірақ ол оны ала алмай тұрып қараңғыда жоғалады. Ішке оралғанда Ли үстелде қалған конвертті қоспағанда шабуылдың ізін таппайды. Онда бұлай делінген, 14 қаңтарға дейін ашпаңыз. Ескертуді елемей, Ли конвертті ашады. Ішінде ол қылмыс орындарында табылғанға ұқсас шайтандық рәміздермен жабылған қорқынышты туған күн картасын табады. Ашық хатта Лидің шифрын ашатын шифрланған хабарлама аян кітабынан үзінді болып табылады. Мен теңіз шыршасының құмында тұрдым. Төменде жіберушінің ниетіне күмән келтірмейтін графикалық, қатыгез қауіп бар.
Келесі күні таңертең Картер Лиге қоңырау шалып, Long Legs мен байланысты жаңа кісі өлтіру туралы хабарлайды. Қылмыс орнында олар отбасын өлтірген әкесін табады. Бөлмелердің бірінде қызының шіріген денесі табылды. Кісі өлтіру суреті тергеудің өзектілігін көрсете отырып, алдыңғы жағдайларды дәл қайталайды. Сайтқа оралғанда Листің материалдарын зерттейді және қорқынышты үлгіні табады. Барлық кісі өлтіру әр түрлі айлардың 14-ші күні, құрбан болғандардың қыздарының бірінің туған күнінен бастап 6 күн ішінде болды. Күндер сызықтық күнтізбеге орналастырылған кезде, олар 3 бұрыш құрады. Бір жетіспейтін сан келесі қадамға мүмкін кеңес ұзын легіз. Алынған хатты жасыру арқылы Ли Картермен жаңа теориямен бөліседі. Ол Long Legs жалғыз емес, оған кісі өлтіруге көмектесетін сыбайластармен әрекет етуі мүмкін деп болжайды. Бұл жаңалық олардың қол жетпейтін өлтірушіні аулауына жаңа жұмбақ қосу арқылы істі қиындатады. Ли мен Картер камераның отбасына, атап айтқанда олардың қызы Керри Аннға назар аударады. Long Legs жасаған қатыгез кісі өлтіруден аман қалған жалғыз адам. Қылмыс кезінде ол мектепте болды, тіпті оның отбасы жойылғанын білмеді. Кейінірек олар сол қайғылы күннің оқиғаларын қалпына келтіру үшін камера отбасының фермасына барады. Кісі өлтіру орын алған сарайда олар дәлелдерді іздей бастайды. Еден тақталарының астында олар кішкентай Керри Аннаға дәл ұқсастықпен жасалған өте шынайы қуыршақты табады. Оның қызға деген сұмдық ұқсастығы жұмбақты одан сайын күшейтеді. Көбірек білуге бел буып, олар қуыршақты сарапшыға тапсырады. Қуыршақтың ішінен кішкентай металл шар табылды. Ол сарапшының айтуынша қуыршақтың миының қызметін атқарады. Ол бастың ішінде болды, сондықтан мен оны ми деп атаймын. Ол бос, ішінде ештеңе жоқ деп түсіндіреді ол. Сарапшы микрофонды допқа келгенде бөлме кедергілерге толы болады. Содан кейін Лидің санасына енетін мазасыз бейнелер. Содан кейін сарапшы қуыршақтың бұрынғы әйелінің атын сыбырлап, іске тағы бір қорқынышты элемент қосқанын естігенін мойындайды. Ли мен Картер Керриге кісі өлтіруден бері тұрған психиатриялық клиникада барады. Санитар оларға Керридің 20 жылға жуық кататоникалық күйде болғанын, жақында ер адам келгенге дейін ешқандай ынталандыруға жауап бермегенін хабарлайды. Осы кездесуден кейін ол кенеттен транс жолынан шықты. Ли ақыры Керримен кездескенде, оның көзқарасы бөлек, дауысы жансыз болып қалады. Ол қорқынышты көріністі сипаттайды. Әкесі діни қызметкерді қалай өлтірді, содан кейін анасына шабуыл жасады. Оның сөздері енді өзін басқара алмайтындай қорқынышты түрде естіледі. Керри енді сол адамның кез келген бұйрығын орындауға дайын екенін мойындаған кезде, жағдай одан да қорқынышты болады. Тіпті бұл Лиді өлтіруді немесе терезеден лақтыруды білдірсе де. Ли есеңгіреп қалды, және Керри Анның санасын жаулап алған қорқынышпен манипуляцияларға қалай жауап беру керектігін білмейді. Сайтта ол өзінің табыстарын Картермен бөлісіп, қуыршақты Керри Анның жұмбақ емделуімен байланыстырады. Ол қуыршақтың ішіндегі металл доптың қыз иесін жиған сәтте жоғалып кеткенін анықтайды. Бұл оның адамдарды басқару қабілетімен байланысын көрсетуі мүмкін. Ли кісі өлтіру қашықтан басқарылады. Бұл басқаларды қатыгез қылмыс жасауға мәжбүр етеді деген қорытындыға келеді. Кейбір мәдениеттерде қуыршақтар адамдарды бақылау үшін сиқырмен қолданылады. Алайда Картер Лидің теориясына күмәнмен қарайды. Ол табиғаттан тыс араласу мүмкіндігін жоққа шығарып, ұтымды түсініктеме болуы керек деп талап етеді. Содан кейін ол Лиді фактіге қояды. Ол Long Legsмен балалық шақтағы кездесуі туралы біледі. Ол оны ұмытып кеткен сияқты. Ли есеңгіреп, жауап іздеп, анасы Рутқа барады. Тия, терең діндар әйел, оны табандылықпен дұға етуге шақырады. Бірақ Ли мұны көп жылдар бойы жасамағанын мойындайды. Әңгімелесу кезінде, Рут Лидің оны қорғау үшін бірдеңе жасағанын меңзеп, өсіп жетілу бақытына ие екенін жұмбақ түрде байқайды. Сіз бала болып қалмадыңыз, өйткені сізге өсуге рұқсат етілді. Ли анасының заттарын аралап жүріп, Long Legsмен балалар кездесу кезінде өзі түсірген белгісіз адамның ескі суретін табады. Бұл сурет оның бұлыңғыр естеліктерін тудырады. Ол фотосуретті алып, Картерге барады. Ол адаммен байланысының құпиясын ашуға бел буады. Фотосуретті қолдана отырып, ФБР Long Legs деген ер адамды іздейді және ұстайды. Оның шын аты Дейл Фердинанд Коббл. Қысқаша жауап алу кезінде Long Legs туған күніңмен қорқытып, Лиге тікелей хабарласып, бөлмедегілердің бәрін дірілдетеді. Көбірек білуге бел буған Ли одан жеке өзі жауап алады.
Ол төмендегі адамға қызмет етемін деп, шайтанға нақты меңзеп, жұмбақтар айтады. Ол Лиді мазақ етіп, оған анасынан кіммен жұмыс істей алатынын сұрауға кеңес беріп, Ли әлі түсінбейтін жасырын нәрсені меңзейді. Неге анаңнан сұрамайсың? Менің анам ештеңе білмейді. Ли тағы бір сұрақ қоймас бұрын, Лонглегс бетін үстелге қатты соғып, мұрнын сындырады. Қан бетіне таралады, және ол алған жарақаттарынан қайтыс болады. Бұл Ф1-ге одан да көп сұрақтар қалдырады. Көп ұзамай Картер Лиді бақылауды жоғалтқаны үшін сөгіп, қазір оның сыбайласы туралы негізгі ақпарат жоқ екенін баса айтты. Жағдайды нашарлату үшін Картер Лиге Керридің енді күдікті емес екенін айтады. Ол психиатриялық аурухананың төбесінен секірді. Қабырғалар Лидің айналасында тарылып жатқан сияқты, барлық дәлелдер жасырынып, жұмбақ одан да тереңдей түседі. Ли мен агент Браунинг Руттың үйіне қарай бет алады. Браунинг Лонглегстің өзін-өзі өлтіргеніне куә болғаннан кейін Лиге көмектесу үшін тағайындалды. Руттың үйі қараусыз қалған сияқты, шиеленіс күшейіп келеді. Ли бөлмелерді абайлап айналып өтеді, бірақ кенеттен атыс естіледі. Рут Браунингтің артындағы көлеңкеден шығып, оны өлтіруден тартынбайды. Есеңгіреп қалған Ли сыртқа жүгіреді. Рут қарда тұрып, балалық шақтағы Лиге ұқсайтын қуыршаққа бағытталған мылтық ұстайды. Сен қазір еркінсің деп сыбырлайды ол дірілдеген дауыспен және атыспен. Қуыршақтан қара түтін шығып, Рут құлайды. Ли оның соңғы сөздерін естігенде есінен танып қалады. Бітті. Ли есінен танып, анасының өткенді мойындағанын естиді. Рут Лиді қорғау үшін Лонглегспен қалай келісім жасасқанын, оның қауіпсіздігі үшін оған кез келген нәрсені уәде еткенін айтады. Ол әкелердің санасын манипуляциялап, оларды кісі өлтіру қаруына айналдырған қарғыс атқан қуыршақтарды жеткізіп, оның сыбайласы болды. Осы уақыт ішінде Лонглегс олардың үйінің астында тұрды, ал Рут жертөледе оған жасырын түрде қамқорлық жасады. Ол Лиді құтқару үшін бәрін жасады, бірақ Лонглегс одан да көп нәрсені қалады. Ол Лидің өзін қалаған. Рут оған қуыршақты Лиге берді, ол оны басынан бастап оған апарды. Бұл аян Лидің өткенінің бүкіл суретін және оның Лонглегспен байланысын бұзады. Кейінірек Ли өзінің балалар бөлмесіне келеді. Оған қысым жасайтын тыныштық. Кенеттен телефонның қатты қоңырауы тыныштықты бұзып, оның дірілдеуіне әкеледі. Ли телефонды алады, оның дауысы қатты, бірақ сақ. Екінші жағында суық дауыс естіледі. Сіз Рубидің туған күнін өткізіп жібересіз. Ол жауап бере алмай тұрып, байланыс үзіледі. Оның жүрегі қысылып, көлікке қарай жүгіреді, бірақ анасының көлігі еш жерде жоқ. Уақытты жоғалтпай, Ли рульге отырады, және Картердің үйіне толық жылдамдықпен жүгіреді. Ол келгенде үйдің ішіндегі көрініс қорқынышты болып көрінеді. Рут асхана үстелінің жанында, ал Руби қуыршақты қолында ұстайды. Сонымен қатар Картер, Анна және Руби тыныш отырады. Олардың жүздері бос және эмоционалды емес. Ли мұқият жақындайды, оның сезімдері күшейеді. Ол не болып жатқанын түсінуге тырысады, бірақ Картердің салқын көзқарасы оның көзқарасымен кездеседі. Содан кейін, бірде-бір сөз айтпастан, ол және Анна тортты кесу үшін механикалық қозғалып, ас үйге бет алады. Бір сәттен кейін ауыр нәрсені кесіп жатқан пышақтың дыбысы шығады. Аннаның қысқа айқайы кенеттен үзіліп, одан кейін қорқынышты тыныштық пайда болады. Лидің артында суық жүгіреді. Ол кез келген дамуға дайындалып, мылтықты шығарады. Картер қайтып келеді, оның қолдары қанмен жазылған. Ол баяу Рубиге жақындайды. Ли триггерді тартып жатыр ма деп ойланбастан. Картер жансыз денемен еденге құлайды. Рут тыныштықта қалады. Баяу ол пышақты көтеріп, Ли мен Рубиге қорқынышты тыныштықпен қадам жасайды. Ли тартынбайды. Тағы бір атыс естіледі. Рут еденге қатты, саңырау дыбыспен құлайды. Лидің көзқарасы қуыршаққа ауысады. Оның әйнек көздері жарықты күңгірт етіп көрсетеді. Ли мылтықты көтеріп, триггерді басады, бірақ тек саңырау шертуді естиді. Картридждер аяқталды. Қуыршақ қозғалыссыз қалады. Үйде өлі тыныштық орнайды, оның қатысуымен басылады. Ли не болғанын түсінеді. Лонглестің финалында көптеген өлім мен ашылулар болады. Оскот Перкинс түсірген және жазған фильм негізінен оң пікірлерге ие болды. Соңында Лонглегс түрмеге жабылады, ал Николас Кейдж өзінің ұмытылмас рөлдерінің бірін орындайды.
Агент Ли Харкер Ланглексдің қылмыс орындарындағы хаттарды талдау арқылы оның мақсаттарының бірі болғанын анықтайды. Бір кісі өлтірушіні оның жеке басын ашатын фотосурет алу арқылы ұстай алады. Өлер алдында Ланглекс Аян 13:1-ге сілтеме жасайды. Харкер ата-анасына барып, анасы Рут кісі өлтірушімен келісім жасасқанын біледі. Ол Лидің өміріне айырбас ретінде өлімді қамтамасыз ететін қуыршақтың отбасыларын жіберді. Мәміле аясында Рут серіктесі Харкер мен оның қуыршағын өлтіреді. Харкер агент Картердің үйіне барады, оның отбасын Ланглекс таңдаған. Картер әйелін өлтіргенде Харкер оны атып тастайды. Рут өлтірілгеннен кейін ол қуыршақты жоя алмайды, өйткені ол қатып қалады. Ол атуға тырысқанда мылтық бос немесе сақтандырғышпен аяқталады. Ланглекс өзінің бір бөлігін қуыршаққа салып, Харкерге әсер еткен болуы мүмкін, немесе қуыршақтан қорқу оны паралич етеді. Қайтыс болғаннан кейін де Ланглекс қуыршақ арқылы әрекет етіп, Харкерді ұстап, оны өз ісін аяқтауға мәжбүр етуі мүмкін. Аян 13:1 басы мен 10 мүйізі бар аңды сипаттайды. Ланглекс пен Рут бұл бейнені отбасыларды адастыру арқылы бейнелейді. Рут алдымен дұғаның күшіне күмәнданады, бірақ содан кейін өз ойын өзгертеді. Ланглекс оны зұлымды құралы ретінде пайдаланады, және ол босатылғаннан кейін де оған көмектесуді жалғастырады. Ланглекспен бірге ол қасиетті Троица антиподының бөлігі болады. Әр отбасы статикалық сыбырларды жеткізетін күміс топпен қуыршақ алады. Ішінде бос болса да, Ланглекс оған өзінің бір бөлігін салады, ал құрбандар оның дауысын естиді. Ол кез келген айдың 14-ші қыздары дүниеге келген отбасыларды таңдайды. Кісі өлтіру туған күннен кейін 6 күн ішінде 666 кодына байланысты болуы мүмкін. 14 саны 7-ге қарама-қарсы, бұл Ланглекс пен Рут екі аң екенін білдіруі мүмкін. Ланглекс оның Дело қайтыс болғаннан кейін де жалғасатынын білді. Фильм ашық финалмен аяқталады. Харкер мен Рубидің тағдыры белгісіз болып қалады. Қуыршақ әлі де бар, Ланглекс Харкер арқылы әрекет ете алады деп меңзейді. Ол оның рөлін қабылдауы мүмкін, ал фильмнің жалғасы оның өлтірушіге айналғанын көрсетеді. Харкер қызықты кейіпкер, және оның оқиғасы әлі аяқталған жоқ. Бұл бейнені көргеніңіз үшін рахмет. Егер сізді қызықтырса, бізге ұнайтындығыңызға сенімді болыңыз, арнаға жазылыңыз, және жаңа талдаулар мен шолуларды жіберіп алмау үшін қоңырауды басыңыз. Түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісіңіз. Бұл фильм сізге қалай ұнайды? Оның аяқталуы туралы қандай теорияларыңыз бар? Біз әрқашан сіздің пікіріңізді білуге мүдделіміз. Қолдауыңыз үшін рахмет. Алда көптеген қызықты мазмұн бар. Келесі бейнелерде кездескенге дейін.